вечером полетел. Сейчас Дэн скажет. Мінеке, оңай. Неде жаңа Светлананы түсіріп алғам. Ақпарат Ресей Федерациясының тілінде. Маған жаңа берді қол қойға, оңай карточкасын алуға Ресей Федерациясының тілінде. Сосын неге мынау Ресей Федерациясының тілінде деймін, қазір жылынып алып, кетіп қалды, әлі распечатай, бәрі сөйлеп атыр. Тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Мінеке, тағы да бір әйнек. Мұнда тағы да орысша. Номерін айтасыз ба? Мінеке, барлық әйнектерде тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Мінеке, мынау 8-ші әйнек. Жаңа әйнектерді бәрін түсіріп атырмын. Мінеке, қараңыздар, 9-ші әйнек. Барлық ақпарат тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Ой, кешіңіз. Мінеке, 4-ші әйнек. 708 Қызым, бір минут. Мінеке, ақпарат 708 Ресей Федерациясының тілінде. Ресей Федерациясының тілінде. Қызым, тұра тұршы. Ресей Федерациясының тілінде. Мынау 3-ші әйнек. 1-ші әйнек. Мінеке, мынау басшысы Светлана. Барлығы тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Қазақ тіліне осындай дискриминация оңай. Орталығында қазақ тілінде осындай дискриминация болып жатыр.